Өңірлік жедел штабтың кезекті отырысында Қазақстан Республикасы президентінің ағымдағы жылғы 27 сәуірдегі Қазақстан халқына үндеуінде айтылған міндеттерді жүзеге асыру туралы мәселе қаралды. Бүгінгі таңда облыста коронавирустың 106 жағдайы тіркелген, 43-і емделіп шықты. Негізгі міндет науқастардың санын көбейтіп алмас үшін қатаң бақылауды босаңсытпау. Басқосуда облыстық жедел штабтың төрағасы облыс әкімі Бердібек Сапарбаев ең алдымен медицина және полиция қызметкерлері өтуі тиіс COVID-19 бойынша тесттердің санын арттыруға назар аудартты. 261 мыңнан астам жамбылдықтар жалпы сомасы 11,5 миллиард болатын 42.500 теңге көлеміндегі әлеуметтік төлемге қол жеткізген. Ал 77 мың адам 440 миллион теңгеге азық-түлік жиынтығын алды. Біз біргеміз акциясы аясында жалпы 834 миллион теңге жиналып, 17 мыңнан астам адам қамтылды. Дәрігерлер мен полиция қызметкерлеріне жәрдемақы мен үстемақылар төленді. Жұмысын жандандыратын кәсіпорындардың кәсіпкерлік субъектілерінің тізімін жасауымыз керек. Оларменен меморандум жасауымыз керек. Біріншіден, әрбір ашылатын субъектілерге талап қойылады. Ең негізгісі мемлекет басшысы айтқандай, олар да ең негізгі қауіпсіздікті сақтау, барлық санитарлық талаптарды орындау. Күніне кемінде 2 рет дезинфекциялау және қорғаныс костюмдері мен бетперделерінің болуы басты назарға алынбақ. Ұсынылған шағын және орта кәсіпорындар тізімінен шаштараздар мен сұлулық салондарын алып тастау туралы шешім қабылданды. Онда адамдардың топтасуы мүмкін және санитарлық талаптардың орындалуы қиын. Алайда қызмет көрсету станционарлары, автожуу, азық-түлік емес дүкендер және басқа да объектілер өз жұмысын бастайды. Ал мейрамханалар мен кафелер әлі де жеткізіп беру режимінде қызмет ете береді. Жағдайы төмен, көп балалы отбасылардың біреуі қамқорсыз қалмас үшін белсенді демеушілер тартуды жалғастыра беру қажет. Мен сізге тапсырма берем, әріптестеріңізбен бірге қараңыздар. Анау жаңағы жұмыстан босайтындар, табыс азайтындардың саны өте көп. Өйткені себебі мен бағана сізге айттым ғой енді, қанша екендігін, қанша салада риск бар екендігін, соған қарап қарау керек. 42.500 теңге мөлшеріндегі әлеуметтік төлемдерді екінші қайтара төлеу шараларын, коммуналдық шығындарды өтеу үшін 15 мың теңгені рәсімдеуді ұтымды ұйымдастыра білу қажет. Ұлы жеңіс күні қарсаңында ардагерлер мен оларға теңестірілгендер тиісті төлемдерге қол жеткізеді. Облыста соғысқа қатысқан 57 ардагер бар десек, оларды қала және аудан әкімдері арнайы жеке құттықтайтын болады. Тиісті орындар әлеуметтік желілерде жалған ақпараттар таратылып, қоғамда дүрлікпе туғызатын тұлғаларды анықтау жөніндегі жұмысты жандандыра түсуі маңызды. Мемлекет басшысы өз сөзінде айтқандай, 11 мамырға дейін ел экономикасын қалпына келтірудің кешенді жоспары түзіледі. Осы орайда Жамбыл облысы да өз нұсқасын жасап, үкіметке ұсыну керек. Шектеу шараларын енгізу аймақтың экономикаға қай деңгейде әсер ететіні, қандай шаралар көп зардап шегеді, қай бағыттар бойынша жұмыссыздық деңгейі артатыны туралы болжам жасау қажет. Бастапқы болжамдарға сәйкес, бұл сауда, кәсіпкерлік, мәдениет, өнер және спорт салалары. Осыған сүйене отырып жұмысты қалыптастырған дұрыс. Негізгі мақсат кемінде 26 мың, оның ішінде 11 мың тұрақты жұмыс орнын құру. Ең бастысы тәртіпті сақтау, әр адамның өз тағдыры үшін ғана емес, сонымен бірге жақын және айналасындағы адамдардың тағдыры үшін де жауапкершілікті сезіну тиіс, деді Бердібек Сапарбаев жедел штаб отырысын қорытындылай келе. Перизат Қуатқызы, Азат Байтемір, 7-7 Ньюс.